Шағын және орта кәсіптің дамуы ел экономикасының тірегі. Ал өнім экологиялық тұрғыда таза болса, тіптен абзал. Қазақ зағиптар қоғамының өндіріс цехында тұрмысқа қажетті заттар мен киімдер жасалып нарыққа сатылуда. Бүгін мәслихат депутаты кедергісіз келешек жобасы аясында аталмыш қоғамның өндіріс цехында болып, жанкүйлерімен танысты. Осыдан біршама уақыт бұрын Қазақ зағиптар қоғамы қауымдастық бірлестігінің төрағасы Арғынғали Бердиев Нұр Отан партиясының облыстық филиалына келіп көмек сұраған. Қазіргі уақытта қауымдастықтың өндіріс аумағында қажетті киімдер мен төсек жабдықтары, қазіргі сұраныстағы маска, сондай-ақ өзге де тұрмысқа қажетті киімдер тігіледі. Басты мәселе осы өнімдерді нарыққа шығару, көпшілікке жеткізуде. Бізге өнімдерімізді нарыққа жеткізу тұрғысында көмек керек. Көрмелер ұйымдастырылып, осындай дүниелер зағиптардың қолымен жасалып жатқандығы кең көлемде насихатталуы қажет. Ортамыздағы мүмкіндігі шектеулі адамдарға жұмыс пен еңбекақы тұрақты түрде болу үшін осындай шаралар керек деп ойлаймын. Зағиптар қауымдастығы осы өндірісті іске қосқанына 2 жылдан асқан. Бүгінде өндіріс аумағында 72 адам жұмыс істейді, оның 42-сі мүмкіндігі шектеулі, яғни зағип жандар. Ассортимент у нас разнообразный. Жейделерден бастап медициналық халатқа дейін тігеміз, арнайы киімдерді де тігеміз. Мүмкіндігі шектеулі жандар негізінен төсек жабдықтарын тігуге атсалысады. В большей степени инвалиды у нас работают по постельке. Өңіріміздегі ірі кәсіпорындар, жекелеген қызметтегі агенттіктер жиі тапсырыс беріп тұрады. Жұмыс орны тұрақты. Өндіріс қуаты мол болу үшін бұдан да басқа мүмкіндіктерді қарастырмақ керек. Кәсіпорын аумағын аралаған депутаттар осындай жеңіл өнеркәсіптің болашағы зор екендігін атап өтті. Депутатский корпус. Әртүрлі салада еңбек етіп жатқан депутаттар бүгін осында келіп зағиптар қауымдастығының өндірісі шығарып жатқан өнімдерге тапсырыс берді. Бастауыш партия ұйымдарды алдағы уақытта бұл жұмысқа қолдау көрсетеді деп ойлаймын. Ел президенті Қазақстан даму банкі жеңіл әрі экологиялық таза өндірістерге назар аудару керектігін атап өткені белгілі. Шағын өндіріс тек қана жұмыс көздері ғана емес, сондай-ақ тиімді экономика. Жанасыл Серікбол, Аман Байымбет, Ертіс ақпарат.